Биз экинчи бөлүктү баштап жатабыз. Немет унаалары сектор 5теги автоунаалар. Бүгүн 23 октябрь 2021 жыл. Каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар достор. Биз сиздер үчүн кызматтабыз. Сиздер азыр Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Мен сөздү кыскартайын, көрсөтүүнү баштайын. Ушул жерде Audi A6 автоунаасы жакшы абалда чыгыптыр. Дөңгөлөктөрү жайкы. 2002 жылкы 2.4 бензин, коробкасы автомат, расход 8-10, баасы $5000. Астында номери бар, азыр жабык. Эси ачты, көрүп коелу. Отуруштары дагы жакшы абалда, жакшы каралган. Полектери дагы жакшы экен. Audi'нин өзүнүн полектери, коробкасы автомат, кичинекей бир монитору бар экен. Артыңкы көрүнүшү. Стекло көтөргүчтөр электрический. Бүт эле артыгы дагы ошондой. Реальный аламын дегендер болсо, баасын сүйлөшөбүз, номерге чалсын дейт. Балы жакшы. Андан кийинки бул жерде күмүш түстө Vento автоунаасы 95 жылкы 1.8 230 000 сом. Номери 705 85 55 01 деген номерде. Номери кээ бир учурда бир аз сандары аралашып окшошуп кетти, ошондуктан бир аз туура эмес айтып атабыз. Vento'нун дөңгөлөктөрү кышкы, кыштан чыгат. Бул жерде Honda Accord'ду да көрсөтүп коюн, кээде ошо немет унаалардын арасында коюп сатып калат ошондой Accord'торду. 2001 жылкы механиканын 1.8 $3500. Номери 990 90 02 05. Оң рулду болгону менен коробкасы механика. Көзүндө жумушу жок. Mercedes 210 жашыл түстө 97 жылкы 2.3 автомат $3900. Расход 10-11, байланыш номери астында. Азыр бул машинанын ээси жок болгондон байланыштуу сыртынан көрөбүз. Отуруштары ушундай кыргыздын ойма чимилер менен болгон. Чехолдорду кийгизип коюптур. Дөңгөлөктөрү кыштан ойлонбой эле чыкса болот, кышкы. Анын жанында Mercedes 124 94 жылкы 2.8 автомат, баасы $4000. Номери 557 206 045 деген номерде. Бул жакта дагы бир 124 седан. Күмүш түстө 2 объем 93 жылкы 2 объем эмес 3 объем экен, дизель. Коробкасы автомат, расход 8-9, состояниясы жакшы, 320 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр ачып көрөлү, жабык экен. Бул жакта дагы унаалар бизде катарынан толтуруна турат. Мисалы, бул жерде Россиядан келген Jetta'ны дагы көрсөтөбүз. Ага чейин ошо четте турган Honda Serio'дан баштайын. Дөңгөлөктөрү кышкы, кузову жакшы, коробкасы автомат, сол рулду 97 жылкы 2 объем, баасы $5300. Ondan кийин бул жерде жакшы абалда ушундай Титан-скада Golf 3 дөңгөлөктөрү кышкы 93 жылкы 1.6 моно бензин, коробкасы механика 500 ступка $2900. Дөңгөлөктүн размери 14 размерде турат дейт. Отуруштары да кожа экен. Универсал Ford Mondeo автоунаасы 2002 жылкы 1.8 бензин, коробка механика 5 ступка. Полный электропакет, баасы $3300. Номери 707 93 97 29. Артыңкы дөңгөлөктөрү дагы протектори жакшы. Кузовунда жумушу жок. Абалы жакшы экен. Jetta транзит номерде 1.8 Т дейт. Көбүнчө ошо 1.8 Т дегендер турбина болуп калат. Азыр ачык экен. Бүт 4 терезе көтөргүчтөрү
Автоматтарды өзі көтеріп жабады, коробкасы автомат. Пробег 216 000 км жүріп тұр. Осындағы көрсеңіздер бола тұрған екен. Отырыштарындағы жақсы. Четтері жыртылып кеткен емес. Үстінде люктағы бар екен. 2002 1.8 автомат. 340 000 сом. Номері 551 0973 99 0973 99 азыр транзит номерде. Жұмышы шу бамперінде бар екен, қалған жақтары жақсы. Дағы бір жақшы малда Audi A6 автомасы 99 2.8 автомат $3900. Дөңгелектері азыр жайық екен, қышқа башқа салыш керек, коробкасы автомат. Басы бола тұрған қанша алады? 3.6. Болшы. $3600. 2.8 объемды. Крыло капотында, бамперінде дағы сызылған жерлері жоқ, жақша балда. Golf 3 универсал көк түсті, 94 жылғы 2 объем, 250 000 сом. Номері 552 24 23 29 деген номерде. Абалы жақшы. Қара түсті Nissan Almera Tino 2002 жылғы 1.8 механика $3400. Номері 0704 09 37 38. Пробег 369 000 км жүріп тұр. Түсі қара түсті. Этому сколько окончательная цена? 3200 деді. $3200. Бізде кейінгі бұл жақтағы автономыз, азыр Мерседесті көп көрсеттім. Ошыл Mazda пірмесіндағы көрсетіп кетейін. 2003 жылғы 1.8 бензин, коробкасы механика, бағасы $4000. Астында номері бар, номері 556 26 66 65 деген номерді. Сколько? Жақсы, рахмат. Сколько окончательная цена? 3900. По сумму. 330. 330. 500. Меня этот YouTube закинешь, да? Ага. Бишкек Колба, да? Бишкек Хабар. Хабар? Да. Бишкек Хабар YouTube каналының біздің қаталушымыз екен. Бишкек Хабар 330 000 сом дейді. 331 000 сом. Бұл жақтан бір жақша малда 124 Mercedes 89 жылғы объем 3 дизель, коробкасы автомат 280 000 сом. Номері ошол номерге чаластар. Дөңгелектері қашқы, артыңқы екі дөңгелегі азыр пока жайқы, коробкасы автомат. Passat B5 көк түсті B5 плюс 2001 жылғы 2 объем механика $4000. Ушул номерге байланышқа чыгасыздар. Passat B5. Андан кейінгі дағы бір жақша балда көк түсті Vento автомасы 93 жылғы 1.8 бензин, бағасы $3600. Номері 556 26 36 32. Пробег 279 000 км жүріп тұр. Отырыштары жақша балда. Терезе көтергіштері ручной, механический екен. Үстінде люк бар. Passat B4 қара түсті, универсал 95 жылғы 1.8 моно механика. Басын жазба қойып тұр, номері бар екен, чалып сөйлесеңіздер болады. Андан кейін бұл жерде мұнашыл Nissan X-Trail автомасы күміш түсті, дөңгелектері өтелі жақша балда, қашқы.
Nissan X-Trail 2004 жылғы 2.5 автомат $7.800. Пробег 290 000 км жүрген. Бұның азыр есі жоқ болады, есі қаяқта екен. Номерін алыш керек эле, есі жоқ болады. Бұл жақта дағы бір жақша балда қызыл түсті Vento. 93 жылғы 1.8 механика 230 000 сом. Номері 701 15 75 89 15 75 89. Бұл жақта Opel Zafira 2003 жылғы. Объем жазылған емес, коробкасы механика, расход 8-10, басы $3400, номері 0700 71 28 00. 4 терезе көтергіштер электрический екен, коробкасы механика, 5 ступка. Состояниясы жақсы. Бұл жақта BMW X5 газ бензин 2001 жылғы. 3 объем, 4 виды, состояниясы жақсы. $6400. Номері осында тұрады, ошол номерлерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мультирол, мониторы жоқ екен, коробка автомат, состояниясы жақсы, үстінде люк бар. Состояниясы жақсы екен. Ondan keyinki бұл жерде Ford Focus автонасын көрсетейін. Дөңгелектері желіп кеттір. Өз негізі қышқы болжы екен. 2003, 1.6 бензин, 265 000 сом деді. Без вложения, жұмышы жоқ. Бұл жерде 210 Mercedes күміш түсті, жақша балда базарға шығыптыр. 95 жылғы көлемі 3.2, басы $5700 деді. Азыр есінен байланыш номерін аламыз. Үшіндай Бишкек Хабар YouTube каналы. Бишкек Хабар YouTube каналы. Mercedes салоны. На какие номеры звонить надо клиенту? 0504 85 99 33. Ушул номерлерге байланышка чыгасыздар. Mercedes өтө жакшы амалда экен, жылы эски болгон менен. Бұл жақта қайсына мынау ба? Сешканда біз бір катталуучубуз бар екен, ушуну тартып коелучу. Mercedes Сешка 2002 жылғы 2 объем, коробкасы автомат. Басы сомға 380 000 сом, же долларға $4500 дейді. Номері 703 54 43 59 деген номерде. Азыр машина оталып тұрады. Жүргендағы байқалбайды, жақша болды. Бұл қанша алады мұны бағышты? Болушы қанша алады? 360 000 сом болса береміз деді. Мониторы бар екен, состояниясы жақсы. Бишкек Хабар. Бишкек Хабар YouTube каналы. Бұяқта дағы бір Nissan Almera Tina автонасы 2001 жылғы 2 объем, коробкасы автомат, газ, бензин. $4000. Номері 0700 80 35 34 деген номерде. Коробкасы автомат екендігін еске алып қойыңыздар. Коробкасы автомат. Бұл жерде туғандар дағы бір жақша балда Mercedes 210 5 объемда 98 жылғы, пробег оригинал, коробкасы автомат, комплектация авангард, басы $8000 деді. Азыр есі менің жанымда, мен азыр салонын açıp көрейін дедім. Отырыштары кожа, жақша балда. Пробег бұл жақтан дағы көрсеңіздер болады, 281 000 км жүрген. Телефондағы бар екен, понтор болса, аля-аля деп тұрғанға. Үстінде люк бар, көзуында тақыр жұмышы жоқ.
азыр ушуну артынан жакшы кылып тартайынчы. Дөңгөлөктөр өтө мага жакты. Ошо Мерсти сатып ала тургандай экен. Просто бир аз жылы эскирээк болуп атат. Биз эми бул жактагы Жакшы абалдагы гольф үчтү көрсөтөйүн. 1.8 моно 92 жылкы 230 000 сом. Номери 504 100 440 деген номерде турат. Дөңгөлөктөрү кыштан ойлонбой эле көздү жумуп чыга турган дөңгөлөктөр экен. Абал өтө жакшы. Биз эми бул чыгарышты жыйынтыктайбыз достор. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Видеолорубуз жаккан болсо сөзсүз лайк басып койгонду унутпаңыздар.